Сәлем қыздар, бүгін сіздермен шоколадты пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Бұл ерекше пирог, себебі мультиваркада дайындалады, жасау жолы өте тез және өте дәмді шығады. Міне қарасаңыз, өте нәзік болып шықты. Барлық құрамына қажетті заттар үйден табылады. Сол себепті жасап көріңіз және комментарияда пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Бізге қажеті 300 грамм ұн, 60 грамм какао, 1,5 ас қасық қосытпа және 1,5 ас қасық ас содасы. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін құрғақ заттарды бөліп қоя тұрамыз. Ал енді бізге 2 жұмыртқа қажет және 300 грамм қант қажет. Барлығын жақсылап араластыруымыз керек. Қант пен жұмыртқаны араластырғаннан кейін 200 мл сүт қосамын және 90 мл сұйық май қосамыз. Оны да жақсылап араластыру керек. Ал енді ұн мен какаоны араластырсақ болады, бірақ міндетті түрде бөліп араластырыңыз. Ал енді 200 мл қайнаған су қосамын. Қамырға арналған масса өте сұйық болады, одан қорқып кетпеңіз. Ал енді ыдысымызға пергаменттік қағаз төседім және жан-жағын сұйық маймен майлап қойдым. Дайын массамызды құямыз және мультиваркаға сала берсек болады. Коржығымыз дайын болды, енді тек суығанын күтеміз.
коржик өте биік болып шықты және өте нәзік, жұмсақ. Сол себепті бұл коржикті 2-3 бөлікке бөліп, кез келген тортқа айналдырсаңыз болады. Қалаған креміңізді жағып әрине. Ал менде таңқураймен әсемделген шоколадты пирог шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын.